күн үйсіз болдым достар. Аэропортта қонған кезім ба? Мен айтам дедім ғой. Қызықты сұрақтарға crew member болып жұмыс жасаған болатынмын. Пустыня, ма, Виктор, ма. Америкада барлығының қаруы бар. Все, что было в Америке, остается в Америке деген моменттер болды ма? Түрдіші осылар. Алихан, екінші айтам. Яны жоқ па, я? Яны оншымен, шынымен оншымен. Hello guys, бүгін сіздермен бірге Мисс Мадон және де мистер Есмұрат. Бүгін біз... Мен айтам дедім ғой. Бүгінгі выпускта Work and Travel бағдарламасымен Америкада 4 ай болып келген опытымыз жайлы бөлісетін боламыз. Яғни осы Америка жайлы мифтармен қызықты сұрақтарға яғни осы Америка жайлы мифтарға және сұрақтарға жауап беріп, қызықты тапсырмалар орындайтын боламыз. Міндетті түрде выпусктың соңына дейін қара, себебі соңында ерекше сыйлықпен бөлісетін боламыз. Кеттік, бастайық. Let's go. Және де ең бірінші біз осы Work and Travel туралы қызықты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Мына ішінде өте көп сұрақтар бар, соның ішінен қазір кезек алып жауап беретін боламыз. Давайте Есмұрат алсын бірінші. Қай штатта қайда жұмыс істедіңіз? Төлем ақы қанша болды дейді. Штатыңыз плюсы және минусын. Так, мен Америкада Массачусетс штатында жұмыс жасадым. Dunkin Donuts деген болатын. Бізде Кейп-Кодта сол жақта crew member болып жұмыс жасаған болатынмын. Және төлем ақы қанша болды? Төлем ақы бізде сағатына $15 төленетін болатын. И Америкада төлем ақыға келгенде, яғни овертайм деген система бар. Аптасына 40 сағаттан асатын болса, яғни сізге төленетін сумманы 1,5x есе төлейтін болады. Яғни менікі $15 сағатына, овертайм үшін $22-23 төлейтін болады. Ал мен болса, осы барлығы естіген, және де барлығы естіген кезде, ол штатты айтқан кезде бәрі андай деп айтады. Типа, пустыня ма, Виктор ма деп. Техас штатында болғам. Техас штатында Галвестон қаласында жұмыс жасадым. Баба Гамп деген ресторанда, Буба Гамп деген, Форест Гамп деген фильмді көрсеңдер, сол жердегі рестораны прям жизни жасалған. Мен ол жерде Kitchen Line'да жұмыс жасадым. Және де менің сағатына $14 алдым. Сол. Форест Гамп па? Иә. Жүгіретін дейік па? Иә. Run, Форест, run. Кеттік. Сол, достар, қазіргі кезек енді Америка туралы мифтарды талқылайтын боламыз. Жалпы бізге сұрақтар қоятын болады, сол бойынша миф или шын екенін бірге анықтаймыз. Ақшта бай болу оңай. Миф сияқты. Барлық американдықтар тек фастфуд жейді. Ну, в большинстве случаев. Америкада барлығының қаруы бар, оружиесі. Тоже почти бәрінде бар. Ну, миф емес десе болады. Американдықтар әрқашан күліп жүреді. Иә, 100% шынымен. Барлық американдықтардың артық салмақтары бар және жалқау. Миф. Америка фильмдардағыдай тек Нью-Йорк пен Лос-Анджелес сияқты ғана. Миф. Көшелері таза болған соншалық үйдің ішінде аяқ киімдерін шешпей жүру керек. Иә. Иә, шынымен. Барлық американдықтардың көлігі бар, көлік қолжетімді. Иә. Бірақ автобус жоқ. Америкада қазақтар көп. Бар, бірақ көп деп айтуға келген сияқты. Джейвандар көп дейді. Все, что было в Америке, остается в Америке деген моменттер болды ма? Блин, не деп жауап беремін сізіне. Жақсы, негізі болды деп те, болмады деп те айту біртүрлі сияқты. Бірақ жаман мағынада емес, бірден айтайын. Болды, әрине қызықты моменттер өте көп болды деп айтам. Және де ол қызықты моменттерді сен Қазақстанға келіп қайталай алмайсың. Сол затты все, что было в Америке, остается в Америке деп айта аламын мен негізі. Сол жақтағы достарым, сол жақта танысқан күшті керемет американецтер деген сияқты біздің сол жұмыстағы адамдар. Сендеш? A few moments later. 3 days later. 2000 years later. Мен де жауап бермеймін десе. Сен де айтсай салай? Иә, Америкада біраз моменттер бар. Мысалы, достар, бір қызық моментті айтайын ба? Короче, андай болады. Есмұрат, сен ойладың ба, біз Лас-Вегаста екеуміз кездесіп қалғанбыз. Сол кезде ойладың ба, осылай осы Work and Travel туралы бірдеңе түсіріп атамыз деп? Сол үшін кездестік қой біз. Жарайды, мына жерге мемный вставка керек десең. Давай, алып алсаң. Давай, мен алайын сонысын.
Ал енді біз чат GPT бізге штаттардың суреттерін бейнелеп беретін болады. И біз сол қай штат екенін табу керек боламыз. Мен көп табамын. Давайте кеттік бастайық. 1, 2. Ну, мынау деген енді. LA? Ей, штат. Ой, Калифорния? Айтсай сен де. Сөзсет. Next. Мәссаған. Аризона. Тұрған Аризона. Ой. Аризона. Мынау типа Гранд Каньон ба? Типа. Мынау, мне кажется, Майами? Флорида. Флорида, я. Сол жақ сияқты. Next. Гавай? Гавай, я. Лас-Вегас қой мынау. Лас-Вегас қаяқта орналасқан? Мынау Невада емес па? Невада ғой да. Киттар. Мынау не? Вашингтон. Вашингтонда киттар бар ғой, не? Нью-Йорк десене. Бітті, Что-то біртүрлі бар. В целом, қанша ақш долларын таптыңыз, қанша штатта саяхаттадыңыз? Так, бұны айтып обязательно ма? Так, мен өзім бірінші Нью-Йоркқа бардық, одан кейін Массачусетста жұмыс жасадым. Кейін қыдыратын кезде Аризонаға және қандай да штаттың аты? ННН, БХБ, ННН, НТК, ННН, Сыбызғы. Короче, Лас-Вегас қаласы орналасқан штат. Невада. Невада штаттарында болдым. Және қанша таптым дегенге, мен жалпы 2 жұмыс жасадым. Соның нәтижесінде $10,000 ақша таптым. Но это таза табыс емес, ішінде расходтармен бәрімен $10,000 шықты. Қанша тапқанымды Есмұрат айтты десең. Примерно. Менде 6 штат, 7 қалада болдым. Сол Нью-Йорк. Ну, бәрі баратын. Сол Уэст-тур бар. Сол жаққа Америкаға барғанда Уэст-тур Юрий десең. Америкаға барып тұрып, оның астанасына бармау үлкен қате болады деп ойладым. Сол себепті Вашингтон қаласына барған болатын. И одан кейін негізі бір зат айтайын. Менің ойымша work and travel ол жай ақша табу, саяхаттау емес. Work and travel это больше, чем все это, потому что сен ол жақта жүріп көптеген керемет воспоминанияларды кездестіресің. Андай үлкен өмір да, по сути, өте үлкен көп проблемалар болды. Өзің жалғыз. Мысалы мен үйсіз қалып қалдым ғой. 3 күн үйсіз болдым, достар, ойлаңдар. Барам. Не ма? Аэропортта қонған кезім ба? Кеш мен аэропортта қонбадым. Өтірікші, өзінің историясын айтып отыр. Сол себепті work and travelға негізі баруға стоит. Міндетті түрде барыңдар. Я Есмұрат, не айтасың сен? Барыңдар. Сол енді достар, біз как же без американских сладостей, я? Мына жерде біз өзіміздің тапқан, Марвиннен тапқан американский сладостиларды және напитоктарды жинап келдік, beverages. Енді солардың дәмін көреміз. Ну, типа, салыстырамыз Қазақстан или Америка деген сияқты. Бірінші сникерс. Бұны, оказывается, суықтай и қатты шайқап шығу керек екен. Поэтому бұны қазір мадан шайқайды. Жақсы. Бұрында кішкентай кезінде мисс Кейти мен мистер Клент, Макс. Солар осындай түсіретін ше, солай сезініп Мына жаман қою ғой. Толтырмай қою керек еді. Соны айтамын. Есі нормальный сияқты. Елес қалдырып қойып кішкене. Бір түрлі ше осылар. Сникерс как сникерс бір түрлі шынымен. Маған қатты ұнамайды осылар. Мынаны көрейік. Менің ең сүйікті прям андай Walmartқа барған сайын кассаны жанына қоятын ғой ше. Осыны алып ала беретін. Ту ашылай тұр. Неге ашып берейін. Америкада былай ашады сен. Бұл, короче, peanut butterмен, то есть арахисовый пастамен өзі ашамай отырады. Алихан, екінші видеода уже заттар ашып беріп отыр. Ого, мынаның упаковкасы бір түрлі екен. Жек көріп едім Америкада. Бұны шынымен ба? Как? Жемеген сияқтымын жа, есімде жоқ. Жедім ба. Бұл андай солено-сладкий сладость ше.
Огонаның несі де үлкен екен. Ана жақта, короче, мынау шынымен мындай өте низкий, да, и толстыйрақ. Ой, то есть круглыйрақ. О, американский варианты ма? Білмеймін. Қандай болды, сондай алдым. Сондай ма? Бірақ есі бір түрлі ше. Бірақ дәмі сондай сияқты. Дәмі маған қатты ұнаған жоқ. Маған жалпы пинет баттерлар қатты өтпейді. И мынау тоже дәмі қатты онша емес деу ма? Ладно енді. Келесі. Давайте доктор Пеппер. Менің... Ол бірақ бізде Қазақстанда да сатылады. Почти бүкіл магазинде. Үлкен магазинде. Бірақ дәмі басқаша сияқты. Бұның мұзбен ішкенде тема болады ше бұл. Жасмұрат бүгіннен бастап ASMR түсіреді ютубқа. Болды! Кока-кола черри сияқты. Не сондай ғой бұл өзі. А бұның еще черри варианты бар ғой доктор Пеппердің өзінің. Доктор Пеппер ондай емес. Америкада басқаша. Дәмі жоқ па, иә? Яна онша емес, шынымен онша емес. Сендерге советую осыны и осыны попробовать. Шын айтам, күшті. Ну, точнее, Америкаға барғанда. So, guys, бүгінгі влог, подкаст сіздерге ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде біздің арнаға тіркеліп, не істеу керек? Коммент жазу керек. Және лайк басуды ұмытпаймыз, иә. Және де біз ең үздік комментарийға осы Америкадан алып келген, прям нағыз Нью-Йорктан алып келген магнитик сыйлайтын боламыз. Сол себепті міндетті түрде астыға өте керемет комменттер күтеміз сіздерден.